Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, құрамына ешқандай жұмыртқа және сүт қосылмайтын шоколадный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге осындай стакан қажет болады. Дәл осындай емес, үйлеріңізде қандай стакан болса, сол стаканмен өлшеп қоса берсеңіздер болады. Мінекей біздің таза ыдысымызға осындай стаканмен 2 стакан ұнымызды міндетті түрде електің көмегімен я болмаса ситадан өткізіп қосатын боламыз. Електі пайдалану себебіміз ол қазір біздің пирогымыз піскен кезде пирогымыз өте жұмсақ әрі биік болып көтерілуіне септігін тигізетін болады. Содан соң оның үстіне 2 стакан қантымызды қосамыз. Міндетті түрде осы стаканмен өлшеп қоссаңыздар, сіздің пирогтарыңыз өте дәмді әрі биік болып шығады. Мінекей 2 стакан песогымызды қостық, яғни қантымызды. Содан соң оның үстіне 1 стакан какаомызды қосатын боламыз. Оның үстіне ванилин, содан соң қопсықышты қосамыз, яғни разрыхитель. Мен барлық ингредиенттерді описаниеге жазып қалдыратын боламыз, сол жерден қарасаңыздар болады. Содан соң біздер барлық құрғақ ингредиенттерімізді осылай шанышқының көмегімен я болмаса венчиктің көмегімен араластырып, барлығын біркелкі етіп араластыратын боламыз. Міндетті түрде жақсылап барлығын араластыруға тырысыңыздар. Ал ендігі кезекте біздер сұйық массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге таза ыдысқа 2 стакан бөлме температурасында тұрған суымызды құятын боламыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болғаны дұрыс. Содан соң оның үстіне 1 стакан сұйық майымызды, яғни шемек майымызды құйып, ендігі кезекте біздің құрғақ массамыздың үстіне құятын боламыз. Біздер сұйық массамызды 2-3 бөлікке бөле отыра құрғақ массамыздың үстіне құямыз. Барлығын бірден құйып жібермеңіздер, өйткені біздің қазір пайда болатын массамыз түйіршік болып қалуы мүмкін, яғни комочкалар пайда болуы мүмкін. Сол себептен 2-3 бөлікке бөле отыра барлығын құйып араластыратын боламыз. Мінекей достар, сіздер видеода көріп отырсаңыздар, мен 2-3 бөлікке бөле отыра барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алдым. Ендігі кезекте осындай формамызға біздің пайда болған массамызды құйып 180 градуста 40-50 минут пісіретін боламыз. Яғни осы сіздердің пештеріңізге байланысты өздеріңіз регулировка жасап қойсаңыздар болады. Нәтижесінде осындай өте дәмді пирог пайда болады. Шоколадты міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.